Assalamu alaikum қазақ елі. Бүгін Алла қаласа Мұғжиза қайырымдылық қорынан керемет жаңалық, яғни Мұғжиза қайырымдылық қорының 9-шы баспанасын кілтін табыстамақпыз. Негізі естеріңізде болса, өткен жылы Айдар ағамыз видеосын бөліскен болатынбыз. Айдар аға бүгін келе алмай қалды. Сондықтан кілтті өзіміз табыстайтын боламыз. Көріңіздер, Перизат әпкемізді бір қуантайық. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Жақсы ма жағдай? Кішкентай не алмайды ма? Қалай, жақсысың ба? Әке сіздер сол жағдайларыңызды біліп қайтайық деп. Бәрі жақсы ма, аман есенсіздер ма? Қалай кішкентайыңыз ба? Қалай Айлығым? Біз таныдың ба? Бізді? Өткен жолы келген ек. Футбол ойнап, доп ойнаймын деп едім. Әпке сол біз келгеніміз сол жағдайларыңыз жүріп қайтайық деп Құдай қаласа. Одан кейін Аллахтан дұға етіп жатыр екенсіздер. Өткенде Аллахтан көмек сұрап жатыр кішігірім. Бүгін Алланың қолымен сізге сол баспананың кілтін табыстауға келіп отырмыз. Үйдің асылынан кілт. Тоғызын, Аллаху акбар. Адыс. Өзің үйіңе барып, үйіңді ойнайсың. Алла қаласа өздерінің үйлеріңізге барып, қазір үйіңіз барып, шықтық, үйлеріңізді апарып үйлеріңіз көрсетсек тұрады. Бүгін үйлеріңіз барып. Отаным деген пайғамбар сөзі, Аллаға қолын жайғандар сөзі, харамға қарны тойғандар емес, иманға жүрек тойғандар сөзі. Міне, құрметті жамағат, міне Алланың қалауымен Перизат әпкеміз үйлі болып жатыр. Бұл Мұғжиза қайырымдылық қорының 9-шы баспанасы, Аллаға шүкір. Сізге көп рахмет. Ең бірінші Аллаға мұнда бір шүкір, Аллама мұнда бір тауба. Одан кейін екінші мен Айдар ағама көп рахметімді айтқым келеді. Одан кейін осы кісілерге көп рахмет. Одан кейін жомарт адамдарға көп рахмет айтамын. Алла разы болсын, бәрі Алладан қайтсын. Міне балаларым бақытты, біз үйлі болдық. Міне құрметті жамағат, Алланың қалауыменен сіздердің берген аманаттарыңызды толыққанды жинап, үйді табыстадық. Аллаға шүкір, осы қазақ еліндегі жаны ашыр болған шынайы мұқтаж жандарға, осы мұқтаждар баспаналы болсын деп атсалысқан сіздерге Аллах тағала разы болсын. Міне әпкеміздің қуаныштарын тағы бір өздеріңіз көргейсіз. Әпке, енді өзіңізге үй толыққан ұнады ма? Ұнады, өте керемет. Қатты ұнады, мектеп жақын еді. Былай айтқанда бәрі керемет, бәрі. Әлиға саған ұнады ма дейді? Айлин, сен түсінбей жатсың ба? Не отқан? Үй ұнады ма саған? Ай, молодец. Әне, алма деп аға.